Сәлем достар, құмырсқа илеуін жасаймыз, яғни муравейник. Өте дәмді. Ол үшін 2 жұмыртқаны жақсылап езіп аламыз венчикпен. 100 грамм қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Ерітілген майымызды құямыз, 100 грамм. Және ұнды керегімізше қосамыз. Бірінші жақсылап венчикпен араластырып аламыз, қою болғанша. Сосын аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осылай қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Қамырымызды осындай бөліктерге бөлеміз. Сосын пищевой пленкаға орап, морозильникке жібереміз. 15-20 минутта қатады. Менде 2 тапа шықты. Осылай орап, морозильникке жібереміз. 15-20 минутта қатады. Сосын теркадан өткіземіз. Морозильниктен алып, 15 минуттан кейін теркадан өткіздім. Осылай қызып тұрған пешке саламыз. Құрғақ ыдысқа осылай піскен қамырымызды саламыз. Қолмен осылай үгітеміз. Менде 2 тапа шықты. Сгущенка қосамыз. Бірінші аздау қосып араластырып алыңыз. Басы бірікпегеннен кейін тағы да кішкене құямыз. Басы біріккеннен кейін молокомызды қоспаймыз. Міне осылай мен стаканды пайдаландым. Осындай стаканға салып, тарелкамызға саламыз. Егер стаканға жабысып қала беретін болса, стаканды кәдімгі мұздай суға батырып аламыз. Сол кезде әдемі болып түседі. Енді тағы бір әдісі, кәдімгі пиалайға саламыз. Қасықпен қаттырақ басамыз, бірігіп тұру үшін. Құлап кетпеу керек муравейник. Осылай қасықпен қаттырақ басып, тарелкамызға жайғастырамыз. Міне ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.